Ассаламу алейкум, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова чалышам, вешімдікі дақаға боле мәлімат. Қарасов базар ве судақ шерлерінде 6 федераль мақсатлы объектінің тешкерілігі нәтижелер насал. 40 градуслық sıcақ, Қырымна аномаль sıcақ басты. Қырымға тәжірибе алмақ үшін Бауман Адана университетінің студентлері 2-ші сефер әмелиятқа келелер. Шынген газының фияты 20% артты, себеплері неде? Ахмезетте көксіз балалары үшін евде дамның тамирленуы екунленді. Сергей Аксенов Очко районында нақлет бағы меселесіне августның бұрыне жетчезмеге сөз берді. График бойынша қатнаған автобуслар яныланған yollar бойы юрежек. Оларны тамир етмек үшін жұмқыри бюджеттен тахминен 100 миллион рублей айырмаға планлаштырыла. Бөле нәтижелеріне Аксенов регионда кечірген чықыш мұшавересін дейсіслендірді. Текрар зияретнен yolбашчы мұнда август айында келечек. Қарасов базар ве судақта федераль мақсатлы программаға кірсетілген 6 объект тешкерілді. Ең чоқ проблемасы олған объект бұл судақтаки 72 квартиралық ев танылды. Қарасов базарда есе яңы электрик ағы кечірілежек. Тешкерувде бозым телевизион тақымымызды іштірак етті, мевзуны Эльмас Аблакимова девам етем. Қырымның пайтақтында келген меморлар eyeti бүгін Судақ ве Қарасу базар районы тешкере. Бірінші объект құрылы бітмеген чоқ квартиралы ев олды. 8 қатлы бинаны ев деп адламақ қиын. Бұл ерде бұлынмақ біле хафлы диварлар ішіле. Судақта Яблоневая 31 адресі бойынша бойле квартираларының сайысы 72 данедір. Мескен комплекс 2017 сенесі тікленілі башланды. Амма диварлар құрылған вақыт түш қызметші шартларына кереклік кібі бежермегені себебінде құрыжылық тоқтатылды. Бұл квартиралар реабилитация етілгенлері үшін еді. Чоқ қатлы бина федераль параға құрыла еді. Амма түш қызметші ойғынлаштырмайып евнің лейхасы денештірді. Бұндан сон махкеме тартышмалары башланды. Меморлар масраф етілген параларны қайтармаға талап етелер. Бүгін есе бұл веран олаятқан бина неге ярайжақ. Оның құру бітірмеген чаресі бар ма? Буна да не хадар пара керек кбы меселер көтерілді. Сейчас необходима корректировка проектно-сметной документации. Если будет понимание, что необходимо увеличение сметы, то по данному объекту необходимо будет захождение еще в ТЭО на техническое-экономическое обоснование инвестиций. После всей процедуры уже мы будем понимать, в какие сроки данный объект будет построен. Bundan da gayrı Elmar Mambetov memuriyetінен бераберлікте бала бақчасының құрыжылығы кетешатыны бақып чықты. Бұл яны Мали микрорайонның бала бақчасы. Işçiler 2-ші қатта бетон табаны тегізлейлер. 2 қатлы бина 140 бала үшін құрылы. Бұл объекті федераль мақсадлы программа реестріне кіре. Территория не убрана у вас. Тешкерелегеннің дихатны бақчасының территориясында яйдырылған чөплік обасы ве азбар қораланмағыны желп етті. Бұнда ғайры құрыжылықнен бағлы бір сыра суалер пейда олды. Потому что приходит такой материал слишком мусорный. Много упаковок. Не успеваем вывозить. С улицы у нас ограждение стоит. Единственное, то, что с холма ограждение, мы решили сделать постоянную временку не ставить. Бала бақчасына эсас коммуникациялар кечірілген. Бала юрты енді 2020 сенесі açılмақ керек. По проектированию городских инженерных сетей. Тефтішнің невбеттеки объекті Судақта уч микрорайонны газ темін нетеже ағлары олды. Суық қасабасында яқында 13 километрға газ борулары чекілді. Сәкенлер бұны 15 ел бекледілер. Енді июльнің 25-інде бұл евлерде газ пейда олacak. Еще при Украине много вопросов было. Сейчас сдвинулось с мертвой точки. За 2 года мы этот проект освоили. Надеемся, что люди оценят. Судақның да 2 асрет ве алчақ микрорайонларына 20 километрлік газ yolu кечіріле.
По одному из объектов контракт сегодня уже заключен, начаты работы проектировщиком. По второму сейчас проводится мероприятие по осуществлению закупки на выполнение проектных работ. Срок окончания проектных работ декабрь 19 январь 2020 года. Тешкеревнің сонки ноқтасы Қарасубазар районының ашағы фындықлы көйіндеке яны электрик ағы олды. Есть положительная динамика относительно строительства сетей газоснабжения в микрорайоне Сууксу, микрорайон Алчак и в микрорайоне Асред. Каждый объект необходимо контролировать, и мы со своей стороны, как Государственный комитет, держим на контроле строительство всех этих объектов. Мушавере яғмур яған вақыт яны электрик хатылар янында кечірелі. Құрыжылық 2 елдан зияде девам етті. Бұл вақытта көйге 2 электрик хатты чекілді. Оларның умуми хуветі 10 киловатт. Ряд жителей, которые получили здесь земельные участки для строительства индивидуального жилого строительства, будут обеспечены электроэнергией. В августе месяце мы уже сможем выдавать технические условия на подключение этого объекта. Умумнен Қарасубазар районында ве судақ шерінде федераль мақсадлы программаның 6 объекті бар. Язнын сонуна же 2 объект эксплуатацияға кірсетілежек. Эльмас Аблакимова, Эльдар Заитов, Миллет үшін. Бір газ баллонын фияты 1000 рубле. Озорнен бір ярымайға ете. Яңы фият евелкі фияттан 20%-ға юксек. Палулашуының себеплері насыл ве ярмадамызның сәкенлері бұл меселінің насыл чезелер. Бұқта нев беті келіп қамыз. Мамақ көйінің сәкені Энвер Сетмеметов газ баллонына ерлештіре ве ашхане плитасыны яқа. Енді евде газ 1,5 ай олажақ, sıcak чай içmеге имкан пейда oldu. В день я таких чайников 10 завариваю, потому что у папы у него сахарный диабет и поднимается давление. Поэтому я ему постоянно завариваю зеленый чай. Сетмеметовлар айлесі еді азадан ибарет. Оларның учу сақат. Ларисаның ағасы чалыша. Озы есе ана бабасыны ве оғлыны бақа. Шынген газын фияты көтерілігі айлеге пек пағылыға туше. Вот смотрите, я живу, я не могу работать. Я ухаживаю за лежачими 3 инвалидами. У меня мама, папа, инвалиды 1 группы и ребенок у меня ДЦП. Мы живем на пенсии. Қырымда июнь 18 күнінден башлап Шынген газын фияты 20%-ға юкселді. Қырым Жұмхуриеті фият ве тарифлер бойынша Девлет комитетінде аңлаталар ки, ярымадаға газ кетірілу фияты юкселді. Шу себептен Шынген газын фияты да юксележек. Тут идет очень важная цепочка. Если, не дай бог, с предприятием что-то произойдет, оно разорится, не сможет вовремя закупить товар, то первый, кто пострадает, это потребители, те самые люди, которые рассчитывают на этот газ. Девлет müessesinde фият арттырылмасы meselesi çoktan beri көтеріле еді деп ишандыралар. Бұл чаре бақылмаса, жидди ақыбетлер пейда olması мүмкін еді. За баллон весом нетто 21 килограмм составляет 1024 рубля. Максимальный срок исполнения заявки составляет 30 дней. Составляются графики и формируется реестр доставки баллонов к населению. Бүгінгі күнде Қырым 73%-ға газ ile тәмин етілген. 2020 сенесіне қадар ярымаданын 12 көйіне газ кечірілмесі планлаштырыла. Бұл Бақшисарай, Ақшех, Ислам-Терек, Ахмеджет районлары. Эмде Судақта ве Ички қасабасында газ бекленіле. Султанис Такаева, Руслан Минаев, Эльдар Заитов, Магомед Нестуров, Миллет үшін. Оксузлер үшін евнің дамы қапатылды. Объект Залиси микрорайонында тікленіле. Тамирішлері 2017 сенесінің август айындан берле алып барыла. 5 қатлы бинада 180 дане бор одалы квартира олажақ. Құрыжылық не дережеде. Не вақыт мұнда адамлар көчежек. Жевапларны жей сайванын левқасында. Эллиге яқын құрыжы ве 10-ға яқын мақсус техника нұсқасы. Оксuz балалар үшін чоқ квартиралы евнің тікленілмесі толы шекілде күтем. Объект 2017 сенесі август айында құрылы башланды. Қышта ішлер бір қачайға тоқтатылды. Хава суы қолғаны үшін бетон қоймақның чаресі жоқ еді. Түш қызметші объект тапшырылмасы бойынша 2 айға арта қалды. Енді оны вақтында тапшырмақ үшін құрыжылар 2 сменанда çalışалар. Как будет у нас отапливаться дом? Здесь будет индивидуальный тепловой, будет газовая котельная только на этот один дом. Да, и управляющая компания будет обслуживать эту котельную, то есть горячая вода и теплоснабжение будет от индивидуального теплового пункта. То есть процедура та же, как у всех. Эр-авто түш қызметші япылған иш ақында сабат берем. Теш күрівні Ахмеджет мемориет векілері кечірелер. 180 квартиралық эв елінің соңына же құланып башланмақ керек.
Очень хочется, чтобы вот для той категории, для которой этот дом построен, чтобы вот это тепло сердца перешло в 180 сердец. Вот это очень хочется, потому что это очень важно, и у нас по жизни у каждого разные обстоятельства складываются, но так как мы люди, мы должны уметь уважать друг друга и решать все вопросы в интересах друг друга. Монтаж ишлері эпсі құржылы қайделері бойынша алып барыла. Дувар ведамдан қайры вентиляцион трубалар да sıcakнен темен етіле. Проектировщики запроектировали 25 сантиметров толщину этой стены, плюс 10 сантиметров утеплитель, но еще и шпаклевки, это 40 сантиметров, я думаю, в Крыму, наверное, нет. Бүгінге енді дам қапатылу фишлері екіленді. Оның тақталы каркасы да көтерілді. Тек бір-екі қатта sıcaklaştыру фишлері қалды, шымды, içki ішлер алып барыла. Ок көрініші де безетіле. Бір-екі одада кафель қойылды, ашхане, кырыш одалар да донатылды. Бірінші-екі квартирада чанда чалыша одалар пек кен ве ярық. Яқын вақытта бүтін бинаның квартиралары бөлде олacak. Шымдaki вақытта пайтақтымызда 360 оксуз бала бар. Бұл бинадаки квартиралар дарқатылған сон мескен алуф небеті екі кере эксележек. Надея Саева, Рамазан Аливапов, Милет үшін. Қырымға миллият кечмек üçün. Бауман адына Евсаневе университетінің студентлері стажировка кечмеге Қырым заводларыны сечелер. Бір оқувайы ішінде студентлер уч белестесал мөсеселеріні чешіт экскурсияларыны зиярет етежеклер. Ве Қырым Мондеслік ве педагогика университетінің студентлері елі тежірибенен пайлашачақлар. Москвадан келген мұсафырлерінен мұғбіріміз Айшы Шулакова қонышты. Ладика Капян Москваның ең яқшы техники али оқув юртларындан бірінің студенті. Бұл Бауман адына Москва Девлет техники университетідір. Кележекте муидис олачақ яш истисал амелияты үшін Қырымны сечті. Несмотря на санкции, у нашего университета появилась возможность получить вот оборудование. Қырым муидислік ве педагогика университетінің ғұрыры дүнияжа белі автомобиль брендлерінің зиманеви донатмалары. Экскурсия муидислік техники факультеттен башланды. Декан Шахсин өзі эпысы яны шейлеріні көстере. Бұтын Қырым бойынша муидислер азырланывы үшін ең күчлі темел тамам бұ ердедір. Меня поразили действительно эти аппараты, эти возможности для обучения студентов. По секрету скажу, у нас такого нету. Надеюсь, в будущем, когда будет коммуникация между Крымом и нашим университетом, нашими университетами, у нас тоже появится. Анастасия Сафронова доғру илімлерінен пек яқшы тіл тапа. Бұназе қыз энергомашина құру факультетінің студенті олғаныны тасавур етмек қиын. О балалықтан муидис олажағына аңлайды. Ярмадамызға амелият кечмек үшін келмеге март айындан берле азырланған. Мне больше нравятся вот люди, которые я здесь встретила, которые нам вот обо всем вот этом рассказывают. Очень добрый, очень радушный прием, очень приятно. Очень рада, что попала сюда уже в первый день. Бауман адына университетінің студентлері Қырым муидислік ве педагогика университетінің талебелерінен бераберлікте бір ай давамында Қырымның ең бұйық заводларында стажировка кечечеклер. Олар технологик жерянына, эмек қорувы ве ішінің қавсызлығы темен етілуі кебі меселелеріне огренежеклер. Эм білге алажақлар, эмді тежірибелерінен пайлашачақлар. Мероприятие, в рамках которого мы общаемся, это уже ставшая некой доброй традицией, выездная практика на базе Крымского инженерно-педагогического университета. Приехало со мной 12 человек, это представители факультета энергомашиностроения и представители факультета информационной управляющей системы. Мирақлы экскурсиядан сон мұсафырлер Қырым муидислік педагогика университетінің президенті вереберлігінен көріштілер сербест қонышов девамында бераберлікті өмірге кечірілежек лейхалар музакере етілді. Мы хотим вам сказать большое спасибо за эту встречу, за этот теплый прием и за этот колоссальный опыт для студентов. Для нас это очень приятно посетить другой вуз, тем более в другом месте. Спасибо большое ректору за необычные истории из его жизни, связанные с нашим университетом. Қырымның Евсаневи техники муиселлерінден стажировка кечмек Қырым муидислік педагогика университетінің қол тұтывынен мүмкін олды. Университетінің ректоры Бауман адына университетінің студенттерінден тәжірибе алмаға мүмкін деген фікірні білдірді. Мы планируем посещение уже наших студентов МБТУ имени Баумана, поэтому в таком вот тесной интеграции, взаимодействии надеюсь, что это, еще раз говорю, что будет выражено в каких-то вот совместных научных разработках, производственных разработках, которые будем внедрять либо здесь, либо в Москве. Но хотелось бы, чтобы все-таки было внедрено в Крыму.
Енді сентябрь айында Судақ шерінде бераберікті лейха тешкелетілежек Қырым ярымадасында қавсызлық бойынша конференция кечірілежек. Тәдбір Қырым Русия еркенінің кіргенінің 5 жылығына бағышланажақ. Султаниста Каева, Шашылакова, Виталий Голубев, Миллет үшін. Жүмкіретімізде ең бұйық ве Муабет Қоранта 16 алып бақылған ве уч туған евлят. Бүгін Адлия везірлігінің қадимлері Черняковлар Қорантасына Айлесев Гаве Садықлық күнінен хайырладылар. Мухаммед Зикиряев девам етем. Вот так жарим наши чебуреки. Чоғы балалы Қорантаның башы Игорь Черняков өз балачықларына чеберек хавурмаға севе. Да, чтобы приготовить такой чебурек, нужно примерно около 2 минут, и все, такое королевское блюдо будет готово. 19 баланы тойдурмақ үшін en azdan 40 чеберек керек. Курицу, приправы все, вот, сырок, помидоры. Сюда вкладываем еще, ну, вкусненько будет. Игорь өзі 18 яшына же интернатта олсты. Енді апайы ве қызынен бойлы балачықларының яшайышыны доғырламаға тырыша. Олар Давыдовка көйінді яшайлар. Бұйық евде әршей бар. Батутлар ве балабаназ бар. Энесасы есе оларны севелер. 14 яшлы Сулейман Кемаль 4 жылдан берлі Черниковлар Қорантасында яшай. Оның анасындан весіғаларны чекіп алған сон, оны интернатқа юлладылар. 4 айдан сон Игорьның қызы оны бақып алды. Целый день то футбол играем, то еще что-то. Ну, иногда дед приезжает, ездим на машине, так, учимся каждый день. Ну, как бы не скучно. Айлесевгі ве Садықлық күніне ЗАГСның қадимлері Игорь ве Иринаны бұ байрамнен қайырладылар. Балычықларға есе татылықлар ве ойынжақлар кетірділер. На такие подобные акции выезжаем, ну, как минимум 4-6, в зависимости, конечно, от плотного графика. Рада встретила нас, и мы видим, что детки веселятся, они все такие вот прям юморные, добрые, поэтому вот именно выбрали эту семью. Игорь ве Светлана Ирышкен нұқталарында тоқталмаға истемейлер. Кележекте бақып алынған евлятларының сайысыны арттырмаға планлаштыралар. Мухаммед Зикиряев, Эльдар Заитов, Миллет үшін. Қырымда кечірілген Ақрусия медениетінің күнлерінде ярмаданын мели жеметлері бір араға келділер. Олар Ақрусия Жүмкіретінің мұстақылық Конове Минск шәрі фашист басқыншыларından азат етілігінің 75 елығы қайдаттылар. Ветеранлар одешетлі вақаларына қатырладылар. Улы ватан женкінде штирак еткенлерінің қарамани жесаретлері ақта тариф еттілер. Я с боями пешком прошагал от Москвы до Кенигсберга. Кенигсберг – это восточная часть Германии. При этом форсировал 3 реки. Берзина, Неман и еще одну в Латвии. Белоруссию я прошагал от восточных границ и до западных границ. Идеди коллективлер Ахмеджетнің Гагаринадың аратлық бақчасында Ақруслар медениетіні тақдим еттілер. Тетборде Қырымда жаған чешіт милетлерінің тіллерінде музыкаль хайрлаблар да яңғырады. Бұл ерде халқы сынафлары бойынша мастер-классларды кечті, амели сұсту санат әсерлерінің сергісі де тақдим етілді. Тешкелетчілар Девлет милетлер ара комитеті ве халқлар достлығы еві олды. Қырымға намал сыжақ келеті. Синоптиклерінің тақминлеріне көре Жүмкіретімізде авара реті 0-дан 40 градус юқары олажақ. Шу себептен яңғынлы хафы экі керегер тажақ. Тамам бұл күнлері МЧС идаресінің қадимлері орманлар вечолеріні не заретте тұтажақлар. Тәфсілетлі малюмат Мухаммед Зикиряевның левқасында.